Адамның өмірінде адамның іс-әрекетін реттейтін кем дегенде 4 жүйе бар. Оның бірінші салт дәстүр. Салт дәстүр белгілі деңгейде адамның өмірінің циклдеріне қатысты белгілі бір нормаларды береді. Балаң туғанда бүйт, үйленген кезде құдалығың жаса, қайтыс болғанда оның да жоралғылары бар. Салт дәстүрдің көп жағдайда осы адамның өмірінің циклдеріне қатысты нормалары бар. Екіншісі ол дін. Ол жерде де ережелер бар, ол жерде де құндылықтар бар, ол жерде де адамның сыртқы іс-әрекетін реттейтін жүйе бар, регуляторлық. Үшіншісі ол корпоративтік жүйе. Бәріміз мысалға спортпен айналысамыз, әрбір спорттың өзінің ережесі бар. Төртінші, адамның сыртқы іс-әрекетіне бағдар беретін және оны реттейтін жүйе ол мемлекеттің құқықтық жүйесі. 4 жүйе кем дегенде. Бұл 4 нәрсе бір-бірімен бір сәтте сыйыса ала ма? Үйлесім бар ма? Жоқ, бұлар бір-бірімен қақтығыс жағдайында ма? Дәстүрлі дінде, Ханафи мазхабында бұл 4 жүйе бір-бірін толықтырушы. Және конфликтті қарым-қатынастың ауқымы өте кішкентай. 5% дейік. 95% үйлесімді. Себебі төртеуінің де мақсаты нормативтік іс-әрекет. Адам өлтірме. Бұны салт дәстүр де айтады, дін де айтады, корпоративтік жүйе де айтады, мемлекеттің құқықтық жүйесі де айтады. Адам өлтірсең, біреуі обал болады дейді, екіншісі күнә болады, тозақта жанасың, үшіншісі дисквалификация ұшырайсың, төртіншісі сотталасың дейді. Бірақ белгілі деңгейде сыйыспайтын жерлері бар, үйлеспейтін жерлері бар. Біздің бір жаман әдеттеріміз бар, қыз ұрлау деген. Бар ма? Бар. Бұл заңда тыйым салынған, дінде харам. Сондай конфликтті жағдайлар бар. Ал енді бұл 4 нәрсені бір-бірінен ажырататын 2 шетін көзқарас бар. Біріншісі діни радикалдар. Діни радикалдар келеді, мынау біз тек қана дін монополиясын орнату керекпіз дейді. Діннен басқа еш нәрсе болмау керек. Дінді салт дәстүрден в кавычках тазалайды. Дінді корпоративтік жүйеден тазартады. Дінді мемлекеттік құқықтық жүйеден тазартқысы келеді. Одан бөлек дінді мәдениеттен ажыратады. Декультурация религии дейді. Одан бөлек дінді территориядан ажыратады. Дінді көптеген адамның өміріндегі элементтерден ажыратады. Жалаң бір дін шығарғысы келеді. Бұл айтқанда дінді ғылымнан ажыратады, дінді ақылдан ажыратады дегенде осындай буквалистік бір дін пайда болады.